Жастар мен жасөспірімдердің білімдерін шыңдау, үздік контент әзірлеуге үйрететін оратор медиа оқыту курсы өтті. Қайнар білім беру және бос уақытты қамту кешенінің ұйымдастыруымен өткен шара өнер мәдениет сарайында орын алды. Қалай дұрыс сөйлеу керек, қалай даусымызды басқару керек, қалай әдемі сөйлеу керек, соның барлығын қазір талқылап ашып айтатын боламыз. Медиа курстың ораторлық бағыты екі бөлімнен тұрды. Алғашқы бөлімде оратор және шешендік өнер теориялық білім беру болса, екінші бөлімде дауыс қою, сахнада өзін-өзі ұстау практикалық тұрғыда түрлі жаттығулар жасалды. Дұрыс демалу кімге барсаңдар да 100% осыны айтады. Кез келген маманға барсаңдар да ентікпеу үшін дұрыс демді ұқыптай алу. Бірден алып кете алмауың мүмкін, қолыңды диафрагмаға ұстайсың. Енді сен мақсатың қолды сыртқа қарай итеру. Бәрін тауысып сар. Жалпы аталмыш жоба азаматтық бастамаларды қолдау орталығының қолдауымен Қазақстан жастарының конгресі қауымдастығының ұйымдастырып жатқан жас журналистер мектебі әлеуметтік жобасы аясында оратор медиа оқыту курсы жобасының шағын грант негізінде жүзеге асырылды. Еркін сөйлей алмайтын қатты. Енді бүгіннен бастап өзім ойымды еркіндік жеткізе алатын болдым. Және де жаңағы демді дұрыс демалуды үйреткеніңізге рахмет. Қанбет ағай, сізге көп рахмет, осындай бір білім бергеніңіз үшін, бізге білімдерін сеткеніңіз үшін. Мен бұрында оратор деген сөзді түсінбейтін, не екенін енді міне толықтай түсіндім. Барлығын жаттығулар жасап, оның барлығын не үшін керек екенін өзіме түйдім десе болады. Сізге рахмет.